Армысыздар қазақтар. 14 наурыз жаңа жылыңыз келді, құтты болсын. Әр қазағым бақытты, баянды, әл-ауқатты, мықты, сауатты, діндері мықты, өзектері кәдімгі жанып тұрған, дендеріне саулық, бала шағаларын өсіп өнсін, ұрпақтарынан жақсылық келсін. Әйтеуір оларға қандай тәрбие берсеңіздер, олар да ұрпағына сондай тәрбие берсін. Қазағым көбейсін, қазағым мықты болсын, қазақ мемлекеті құрылсын, қазақтың аты асқақтасын, қазақ бір-біріне мейірімді болсын, бауырмал болсын, бір-бірімізге жанашыр болайық, бір-бірімізді қолдайық, бір-бірімізді көтерейік, бір-бірімізге деген сүйіспеншілігіміз, мейіріміміз арта берсін. Бүгін бейсенбі, мен енді еш шығарып жатырмын. Қазан ошақтың жанында жүрдім деп па. Айта кететін бір жайт бар. Бізде енді сүрінбейтін тұяқ, жағалмайтын жақ. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. Міндетті түрде бір жерде бір жіп салаңдап тұрады, міндетті түрде бірдеме бір әттеген-ай болып тұрады. Мемлекет басшысы 14-нен 22-сіне бастап бағдарлама құрыпты. Оны баяғыда Шымкент әкімдігі баяғыда ол бағдарламаны құрып тастаған. Берік Уәли ма, сол жігіт кезінде сауатты жігіт, хабар агенттігінің басшысы ма, әлде ауысып кетті ма, тілім жазып. Өте қуаныштымыз. 14-нен бастап 22-сіне дейін бағдарлама болады. Әр жерде, әр мекемеде ол тойланады. Өте жақсы жаңалық. Бірақ бір сол жаңа бір минус. Мынау Ақтауда, Маңғыстауда 14-ті көрісу деп жатыр. Біздің қазақ адам қайтқаннан кейін, жақыны қайтқаннан кейін жаңа көңіл айтуға, бір жерде кеуіл айтуға, бата оқып баруға деп айтады. Әр жерде әртүрлі диалектке байланысты. Сонда өлімнен кейін бауырлар, ағайындар, туысқандар, көршілер көріседі. Өлгеннен кейін көріседі. Көрісіп қалу керек өлгеннен кейін. Сіз көңіл айтып қалуыңыз керек. Ұмытып қалмау керек ол нәрсе. Ал бұл жаңа жыл. Біздер қауышамыз. Біздер бір-бірімізбен қауышып, бір-бірімізге мейірім сөйлеп, бір-бірімізбен амандасып, бір-бірімізге хал жағдайымызды сұрасамыз. Сондықтан үлкен өтініш, терминге, сөйлеуге, сөздің қадірін біліңіздерші. Үлкен өтініш. Көріспейді адам, қауышады. Өлгеннен кейін көріседі.